Ең үлкен ағаш осы деп есептейді. Бірақ біз бұдан да үлкен ағаштарды көрдік. Бірақ бұл ана былай айтсақ товарный лицо сияқты қылып қойып қойған. И артына музей, яғни осы жергілікті музей. Бірақ бұдан да үлкен ағаштар бар орман ішіне кіріп көрген кезде. Мінекей. Бұл енді осындай үлкен ағаш. Туристер, баршылық туристер өте көп. Парковкалар қарастырылған. Және де дәретханалардың барлығын қарастырған. Бірақ айтарлықтай бір магазин, маркеттер бұл жерде жоқ. Сондықтан қарындарыңыз ашып қалуы мүмкін ағайын. Онда үлкен шишка. 15 сантиметр. Өте тып-тыныш. Менің даусым ғана естіліп тұр. Мына ағаш табиғи құлап мос болып жатыр ғой. Мына жерде кішкентай арық. Көрдіңіздер ме? Не деген табиғат. Күйген ағаш. Ең биік емес, ең здоровый емес. Просто күйген ағаш.